Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіз. Отасқанымызға 20 жылға жуықтағанда жолдасым екеуміздің ара қатынасымыздың суи бастағаны әрине жаныма батады. Осы кезге дейін балалар жас болып, жолдасымның басқа да мінез-құлықтарына назар аудармадым ба екен, әлде ренжітіп алса кешірім сұрап, қателігін жуып-шаюға тырысқандығы үшін бе екен, өкпелеткен кездерін кешіріп келдім. Алғашқыда ол мені қатты жақсы көретін, екеуміз қыз бен жігіт болып махаббат болып үйлендік дей алмаймын. Ол мені қатты жақсы көретін, соңымнан қалмады, өзінің сезімін білдіріп, қолынан келген қамқорлығын көрсетіп, назарымды аударуға тырысқан жігітке мен де еріксіз мойын бұрдым. Қалайша қарамауға болады? Сен десе ішкі нәрсін жерге қойып, аузыңнан шыққан әрбір сөзді аңдып отырса. Мен басында өзімше менсінбей қойдым. Қыздардың логикасы түсініксіз бе? Өліп өшіп тұрған жігітті кеудесінен итеріп, кеудесін керіп тәкаппарсынып жүретін жігіттерді ұнатып қалатыны бар емес пе? Менде ондай сезімдер болған. Бойы да ұзын, сымбатты, ақ құба жігіттер айналамда көп еді. Олармен дос болып араласып жүрдім. Бірақ ешқайсысы шынайы сезімін білдіріп, мені дәл күйеуім секілді жақсы көрген жоқ. Арасында әрине бір-екі жігіттер ақыры жүрміз ғой, қыз бен жігіт болып жүріп көреміз бе деп біртүрлі ұсыныстарын білдіретін. Кейде осы қызбалықпен жарайды деп келіскен кезім де болған, бірақ сезімнің ұшқыны мен шынайы махаббат мүлде бөлек екен. Мен ол жігітті ұнаттым деп ойладым, бірақ тек сыртқы келбетін ғана ұнатқаным белгілі болды. Бір апта сөйлесіп жүреміз де, сөздеріміз жараспай екі жаққа кетеміз. Осылай жігіттермен сөйлесіп жүргенімді күйеуім де білетін. Ол кезде күйеуім емес қой, сонда да кетпейтін. Менің ашуым келетін, мына жігіттің намысы жоқ па өзі деп, осылай соңымнан салпақтап 2 жыл жүргенде мен де осы байғұс неменеге қыр соңымнан қалмайды, сөйлесіп көрейінші, бәлкім жан сырын ақтарсын. Содан кейін өзі де кетер деп ойладым. Сөйтіп мен оған қарсылық танытпай, жарайды, махаббатыңды дәлелде деп қабағымды ашқан күні одан бақытты жан болмаған шығар. Бір жағынан жаным да ашитын, неге сонша көзсіз байланып қалды екен маған деп. Бір жағынан әрине жігітті қызға білдіретін сезімдері қандай қызға ұнамасын. Сөйтіп жүріп мен де оған бауыр бастым. Бұрын менің көзіме ұсқынсыз көрінетін жігіт енді күн сайын көз алдымда құлпырып бара жатқандай. Солай бір күні мені алып қашты. Оған дейін саған үйленгім келеді, сенсіз өмір сүре алмаймын, өмірімді басқа жанмен елестете алмаймын деп көп айтатын. Мен сол кезде жігіттердің жаттанды сөздері ғой дейтінмін. Жылы сөз айтқан жігітке құлай кетпейтінмін, өйткені мен әкем еркелетіп өсірген. Мұндай әдемі сөздердің барлығын маған әкеп айтып қойған. Әкем үшін әлемдегі ең сұлу, ең ақылды қызбын, сондықтан жігіттердің арбауына түспедім. Енді айтайын дегенім, тұрмыс құрғаннан кейін сенсіз өмір сүре алмаймын деген күйеуім көзімнің тірісінде-ақ менсіз күн көріп өзіне басқа әйел тауып алған екен. Ойнас қой былай айтқанда. Осыны алғаш білген кезім екінші баланы босанғаннан кейін. Ол кезде мен өзім білген жоқпын, анам білген, бірақ маған айтуға батпаған. Төркінге қыдырып барған едік. Сол кезде анам жолдасымның көлігінен бірдеңе алуға барған ғой. Баламның киімі ме есімде жоқ. Сол кезде күдікті нәрселерді байқап қалады. Оны маған анам айтпайды, бірақ арада біраз уақыт өтіп, мен күйеуімнің көлігінен тай массажына барған талонын және соған арналған майды көрдім. Ол кезде мойындамады, досымдікі деп жалтырады. Әрине реніш болды менің тарапымнан. Кейін балалар үшін кешірдім. Ұмытылғандай болған кезде тағы бір балаға шықты. Ол маған да балаларына телефон қарауға бермейтін. Дәретханаға кірсе де қолына ұстап көретін болды телефонын. Мен біреуге хабарласып алайын деп өтініш жазсам, қасымнан кетпей тұрып алатын. Күдік болса да ұстап алмаған соң амалым құрып жүргенмін. Бірақ ақыры бір күні телефонын ақтарып отырып, жасырып қойған нөмірден хат алмасқанын оқып қойдым. Денем бір ысып, бір суып қатты қиналдым. Сосын әлгі нөмерге қоңырау шалып, әйелі бала-шағасы бар еркекке жабысып жүрген арсыз деп ашуымды төктім. Сонда ол әйел менімен ажырасқанмын деп танысты. Оның отбасы бар екенін білмедім деп тұр. Жылап-сықтап күйеуімді айыптап, оған сөйлемей ренжіп бірнеше күн жүрдім. Ол кезде де мойындаған жоқ. Дәлелім қолымда тұр, бірақ бет бақтырмай мойындамай қойды. Содан кейін тыныштық әйтеуір осы кезге дейін. Өзім көзіммен көрмесем де, бұған дейінгі жасағандары есіме түсіп кете беретін. Күйеуіме бұл жолы ашуланбай, айқайламай, сенің абыройыңды мен әрдайым қорғауға тырысамын. Жел сөздерді елемеуге тырысамын, бірақ сенің қылықтарың менің де абыройымды төгіп болды. Бұндай қылық жасамашы деп өтіндім. Ол кезде де айыбын жуып шайды. Қыдыртып көңілімді аулауға тырысты. Біраз уақыт тынышпыз тағы да.
бірақ отбасымның шырқын бұзбайын, берекесін қашырмайын деп сенген сыңай таныттым. Бұл кезде 4 балалы болғанбыз. 4 баламмен қайда барып сыямын? Бәлкім күйеуіме ескіретін шығар деп тағы да күттім. Осылай жүріп қыздарым бой жетіп, ұлдарым есейіп қалғанын да байқамай қалыппыз. Оның үстіне керек-жарағымызды әперіп, жағдайымызды жасап отыр ғой. Сосын балалар есейгенде тіпті ұят екен, екеуміздің ұрыс-керісіміз. Оны да балалардың көзінше айта алмайсың. Іштен тынып, көз жасымды жұтып, сырттай өтірік күліп жүруге мәжбүр болдым. Енді сенсіз өмір сүре алмаймын деген күйеуімнің менсіз шайқап өмір сүріп жүргенін көргенде тамағыма ащы тексік тығылды. Қазір оны көргім келмейді. Баяғыдай бір үйде тұрып жатырмыз. Ел-жұрт үшін есейіп қалған балаларымыз үшін, бірақ көңілім қатты қалды. Менің видеом ұнаса, тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Келесі видеомда жолыққанша аман сау болыңыздар.